Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін оңай әрі жылдам дайындалатын бауырсақ пісіретін боламыз. Ол үшін бізге керегі 1 кесе жылы сүт, 2 ас қасық қант, 1 ас қасық тұз, көз мөлшермен ашытқы саламыз, 1 жұмыртқа, аз мөлшерде майонез қосамыз, және де ұн сеуіп, нанымызды жұмсақ қылып илейміз. Дайын болған қамырымызды жылы жерге жарты сағатқа қоямыз. Қамырымыз жарты сағат жылы жерде тұрды, және де оқтаудың көмегімен алып, оны дөңгелек етіп жаямыз. Жайылған қамырымызды 3 бұрыш бөлшектерге бөлеміз. Дайын болған бауырсақтарымызды бетін жауып, жылы жерге майымыз қызғанша демалдырамыз. Майымыз қызған соң бауырсақтарымызды бір-бірден салып, баяу отта бауырсақтарымызды қуырып аламыз. Осымен біздің оңай әрі жылдам дайындалатын бауырсағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.